Асылымның тұяғы. Кіші Асекең 18 жасқа толды. Асанәлі Әшімовтың жары ұлын туған күнімен құттықтады. Қазақ өнерінің абызы, белгілі актер. Марқұм Асанәлі Әшімовтың жары Бағдат Әшімова ұлы Асанәліні туған күнімен құттықтап, аналық ақ тілегін арнады. Бұл туралы Алаш.кз ұлттық порталы хабарлайды. Асылымның тұяғы. Әкесінің ізбасары кіші Асекең бүгін 18 жас кәмелетке толды. Балапаным, өмір жасың ұзақ болсын. Алланың назарында бол балам. Асқартау әкең, сенің жігіт болғаныңа ат жалын тартып мінгеніңді аңсайтын. Армандарың орындалсын. Әкеңнің әруағы әрдайым қолдасын, деп жазды Бағдат Әшімова. Қадірлі көрермендер, бұл жазбадан ең алдымен ананың баласына деген шексіз махаббатымен жүрек түбіндегі сағынышы анық сезіледі. Әкенің орны бөлек. Ал оны ерте жоғалту баланың да, ананың да тағдырына өз ізін қалдыратыны белгілі. Бағдат Әшімованың ұлына арнаған тілегі жай ғана құттықтау емес, әке аманатын арқалап келе жатқан жас жігітке берілген рухани демеу сияқты. Бұндай сәттер көпшілікке де ой салып, ата-ана мен бала арасындағы байланыстың қаншалықты терең екенін еске түсіреді. Сонымен қатар бұл жазбада даңқ пен атақтан гөрі қарапайым аналық тілек алдыңғы орынға шыққанын байқаймыз. Әкесінің есімі ауыр жүк емес, керісінше баласына күш пен жауапкершілік беретін рухани мұра ретінде айтылған. Қоғам үшін мұндай мысалдар маңызды. Өйткені ол жастарды атаққа емес, адамдыққа, тектілікке тәрбиелейді. Баланың болашағына ақ жол тілеп, әке рухын құрметтеу қазақы құндылықтың көрінісі.